Бәріне ассалаумағалейкум достар. Текей Қарақалпақұлы 1667-1752 жылдары қазіргі Қызылорда облысы Қарағамшы өңірінде өмір сүрген Текей батыр қолбасшы, палуан, әнші болған. Тегі кіші жүз, алшын, қаракесек, байсары, кетіқара аталынған шыққан. Кетті ұраны Малабай, таңбасы X. Текей батыр бейбіт. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласының Ахмет Яссауи кесенесіндегі Қарақұлпаста есімі кездеседі. Және қазіргі Қызылорда облысы Қарағамшы ауданында Көкембаев атындағы ауылдың Керқала деп аталатын шалғай бөлімшесінің оңтүстікке қарай 20 км жерде, яғни сыр бойы батырларына тән Текей батырдың екі мазары бар. Текей батырлар әулетінен шыққан. Әкесі Асанұлы Қарақалпақ батыр, әкесінің інісі Қарабазар батыр, ағасы Құдайназар батыр атағын алған. Олар заманында елін қорғаған айтулы ерлер болған. Осы әулеттен шыққан Текей осылал болмаса керек. Осы аталған батырлар сыр бойының шежіресі айқын. Әлімбай Әлсіқараевтың 1908-1990 жылғы қазақ шежіресі еңбегінде Асанның Кекішбақ, Қарақабық, Қарабазар, Жамбақты, Нұрымбет, Сары атқа шабар деп жырласа, келесі жолында белгілі батыр екен Қарабозар көрмеген уақытында Жаназар деп жырлаған. Текей әз Тәукенің бас сардары болған. Деректерге сүйенсек, 1711 жылы Текей батыр Тәуке ханның бас сардары болып үлкен жеңістерге жеткен. Кейін Тәуке ханның өлімінен кейін Әбілқайыр ханның батыры, жақын серіктестерінің бірі болды. Текей батыр кезінде жауға жағы Тәуке батыр деп атаған. Текей батыр жауға шапқанда сыр мінезі ақ боз атымен шабады екен. Текей батыр туралы сыр бойының ақыны Шегебай Бекетайұлы 1844-1916 жылдарда былай жырлаған: енді бермек керейін Қарақалпақтың ұлы Текейге, аударған тауды балықтай басын кесіп тулатып, Айдаһарды жөндеген уақытында тамақпен қалды ма жаны кермеген. Текей батыр сыр бойының шежіресі ақыны Сағынбай Әлсіқараевтың шежіре өлеңі еңбегінде Қарақалпақтан Құдайназар туады. Текей ерлі елді халықтың қамын жеген Текейдің туылған еді. Ақбақан, Ұлтай, Ақбөке, Шымыртай, Құтымбет және де киген деп жырлаған. Бірде Текей батыр жоғарылардың тұтқынына түсіп қалғанда, оны босатуға ағасы Құдайназар батырмен табыннан шыққан Бөгенбай батыр ықпалы зор болған. Қазіргі Қармақшы ауданының жерде Ор деп аталатын болған. Ол Текей әулетінің мазарынан 5 шақырым жерде. Текей батыр қырғыздың ханы Әлкейінің қолын быт-шытын шығарып, ордасын ортасына түсіріп, Бөкей атты сұлу қызын олжайлайды деген мәліметтер де бар. Текей батырдың алтын бесікті Олай Бөке сұлудан Абақан батыр, Ақбөке батыр, Құтымбет палуан туылады. Екінші әйелі Жоңғар қызынан Кеген батыр туады. Үшінші әйелінен Шымырбай туылыпты. Текей батыр ақылгөй адам болған, артында өлмейтіндей сөз қалдырған. Ұлдары батыл, қыздары асыл, елдің шегіне жау жетпес. Ұлдары жасық, қыздары пысық, елдің басынан дау кетпес деген нақыл сөз бізге жетіп отыр. Текей батыр әке балаға сыншы деген қағидамен балаларын шақырып алып өсиет айтыпты деседі. Сонда Ақбақанға бірлікті, Ақбөкеге билікті, Құтымбетке палуандықты, Шымырбайға байлықты, Кегенге батырлықты, Ұлтайға шанышқыны сыйлап, несібегіңді балық аулаудан тап деген екен.